өзіміз ғой. Қайырлы кеш, эфирде өзіміз ғой. Ендесе кіретіндер кіріп, шығатындар шығып кетсін, өзіміз отырып бағдарламамызды бастайық. Бүгінгі біздің жұлдызды қонақтарымыз, өзің айтып жіберсең. Блогер, стендапер, керемет актриса, КВНщик, жайдарманшы. Жалпы жұлдызды жұп деуге сәл-ақ қалған. Жансая мен Дидар бүгін бізде қонақта. Қошеметтеріңіз. Қош келдіңдер. Рахмет келгендеріңізге. Қош көрдік, рахмет шақырғандарыңызға. Сіздер негізі қазақ тілді контентінің бір жарқын бөлігісіңдер ғой, былайша айтқанда, иә? Жұлдыздарсыңдар. Жұлдызы күшті администрация. Жалпы қалайсыңдар, көңіл-күй қалай? Күшті болып келдік, мен қуандым сіздердің шақырғандарыңызға. Шынымен, вот мен осындай бағдарламаға келгім келген. Қандай? Андай ғой, көптеген таңғы хабарларға шақырады бізді. Бізге түсіндіріп қандай болады? Мынандай, көбіне басқа телеарналар андай таңғы бағдарламаларға шақырады да, жақсы, деп не айт не қойған білмеймін, 5 минутта қайтып кетеді. Тем более ұйқылы. Иә, ұйқың қанбай қалады, ерте тұру керек ол жақта. Дайындалып, әйел адам мысалы быт-шыт болып дайындалып тұрса, 5 минутта не айтып шыққанын білмей шығып кетесің ба? Ал мына жерде прям емін-еркін, күшті форматта. Түске дейін ұйықтап дейсің. Иә, көздеген ісіп тұр, қазір бояу жасырып тұр ғой. Сондай, еще сіздер сияқты адамдармен ана жақта слишком официально ғой, формально. Ал сіздермен вообще көңілді отырады, сол үшін қатты қуандым мен. Я енді сол үшін енді өзіміз ғой деп өзіміздің бағдарламаны бір өзіміз отырып душе сөйлесейік деп шақырдық. Енді білуімше сендердің бірге бірігіп беріп жатқан бірінші сұхбаттарың, иә? Қалай? Бірінші интервью. Қалай? Әсер жалпы? Күшті прям. Бәрі ұнаватыр уже. Бастағанымызға әлі басталғанда жоқ қой енді, бірақ ұнаватыр уже. Несімен ұнаватыр? Білмеймін, сіздер андай ғой, танимын да сіздерді, жақын танимын да. Сол ма? Сіз келіскенің сол ма негізі? Танимын ғой, жарайды бар. Өзіміздің жігіттер барайық деген ғой. Мен айта кетейін, Дидар өзі бірінші рет андай нәрселерді маған кел деп айтып жатыр, мен не істейін деп бүйтіп андай болып тұрады да. Білмеймін, желание жоқ, что-то деп өстіп отырады да. Телевизор қарап қойын, диванда. И мына кезде бізді НТК-ға съемкаға шақырып жатыр дейді ғой. Басқаша естілді ма? Не ревью ма дедің ғой алдында. Жоқ, ревью емес, Еркебұлан мен Рауанның несі бар екен, Анар үшеуі өтеді, Анар жоқ екен. Тіпті жақсы дедім. Соперник жоқ па? Гүл болып отырмайын ба? Мен жалпы сендерді андай қылып елестем, андай Қайрат Нұртас пен Жұлдыз Абдукаримова сияқты ше. Сен Қайрат Нұртассың? Дидарды көрсеткің келмейді. 10 жылдан кейін хит боламын. 10 жылдан кейін ба? Кішкентай Даратайды кімге тастап кеттіңдер? Ол қазір осында? Осында ма? Аппенмендер мен ойнай тұратын едім. Еркебұлан өзі жүргізе беретін еді. Мен как раз кішкентайларға шамаландай. Жақсы, алып келдік, тастайтындай болмай қалады кейде. Қазір уже алдында стендапқа апарып жүретін кешкісін жерлерде выступлениеде. Не істеймін енді қайда қалдырам? Мен шығуым керек қой, иә. Макс не істеп жүр? Ол кісі сол жақта жүр ғой, кетіп қалады ғой бізден бұрын. Сосын мен барам. Дидар, жалпы стендап қазір қазақша стендаптың, наконец-то. Шынымен де, наконец-то, Бекшин атамыз айтпақшы. Стендаптың өзінің бір кішкентай болса да қазір шаңырағы бар. Иә, үйі бар. Ашылды, үйі бар. Қалай, қай жерде, кім, не үшін, не істеп? Қалай болады? Ғалымжан деген досымыз бар. Сол екеуміз бірігіп, қазақша стендаптың, қазақша контенттің ғой енді басты мақсатымыз осы қазақша контент дамысын деп, сондай бір үйін аштық. Сол жерден шыңдап алып келіп, көрермендерге түсіріп жеткіземіз. Қазір біз күнде стендап береміз. Күнде? Қалай? Бүгінде стендап? Бүгінде стендап, ертең де стендап. Үйде жоқ. Мен бір қоса кетейін, Ғалымжан екеуі соның кайфына қатты кіріп алғанда, екеуі қазір бастық. Ойбай, бастық болмай жүр екен. Қазір ше? Ұрсу басталды ма? Ұрсу, ойбай, кәдімгі вообще танымай кетеміз екеуі. Жаным бүгін жұмыста ана әзілім ұнамады деген бола ма? Әрине, келеді, ұмытып қалдың ғой сен. Дейді маған. Вот осылай андай өзің бала ана жақта, сен қалай ойың жинақтап стендап оқып тұрасың, бала жылап тұрады. Анау зал бар, өтірік бірдеңені сол күн жазып келетінің бар да, келесің да, сен ана жерін ұмытып қалдың ғой. Болды, бүкіл не етеді, бәрін қатты қадағалайды, бәрін от үйді айтқанын. Болмаса сол моментта балаға қарамай ма? Жоқ, қарап береді ол кезде, қарайды. Бірақ тек сол кезде. Сол кезде, иә. Итабит сахнан қалды. Мысалы, сен қазір енді бастықсың. Шынымен бастық. Былайша айтқанда ғалым екеуің бастықсыңдар, иә? Бастығымыз біз енді. Бастықсың. Аффирмация, бастықсың. Бастықсың сен. Бастықсың. Бәріне бастықсың. Енді өзің айт деп жүр. Үш рет.
мысалы қара қазір енді өздеріңе ұнай ма мысалы ашқан жаңағы үйлерің стендап клубтарың былайынша өзімізге қатты ұнайды прям өзімізге ұнайтындай қылып ремонтын солай жасадық. прям өздерің өзіміз ремонт жасап былай болады прям солай басынан бастап. мықты айтпақшы стендапер қыздар көп па жан жоқ вот именно Вообще жоқ. конкурент жоқ маған кісі бәрін өлтіріп тастаған мен қуаныштымын егер де менімен ол конкуренция деген жақсы ғой. Бізде мысалы всегда ұлдар, иә, көбіне ұлдар бір-бірімен материалдарын по-любому жақсартуға тырысады. Біреу мысалы сіздікі жақсы болып тұрса, мен по-любому жазамын мысалы, ойбай, Рауан күшті ғой деген. сен ұлдармен жазысасың? Ұлдармен жарысатын адамдарым бар, өзім іштей ше. Андай нетем, Геко білмейді деп андай семейныйлармен жарысамын. Семейный стендап айтып қоймасын. Менің айтқым келген нәрсені айтып қоймасын деген жарысамын мен. Аңсай, енді орыс тілді стендап бар Қазақстанда, жалпы Россияның стендапын қарасаң да көбіне сольный жаңағы жеке концертке ұмтылады да бәрі. Бізде сенің мысалы жеке концертіңе мен өз басым барғым келеді. Қашан енді жеке концерт беру ойда бар ма? Ойымда бар. И ойлаймын бір андай по городам тур беріп жүрмін деші стендаппен деп. Өзімнің жеке концертімді кәдімгідей бір әуенмен қазір енді соны айта кетейін, чтоб мен үшін мотивация болу үшін, соған жету үшін әуенмен сүйемелдеп өзім айта алып шығатындай жақсы концерт болса деп ойлаймын. Әуенмен сүйемелдеп? Иә, өзім ән айтып отырып. Ондай да өнерім бар? Ондай өнерім жоқ. Жоқ, қандай өнер бар? Ақындық өнер бар. Ақындық өнер бар. Мен ән айтам деп айта алмаймын. Мен дауысым ондайым жоқ, бірақ мен жасаймын ғой енді, бірдеңе қылып шығарамын. Ақындық бір өлеңді оқып берші. Ой, Соттыңда бар ғой? Давай бір ән оқып бер. Ұмытып қалдым ғой мен. Соттыңда бар. Бір шумағын әшейін. Ой, бір шумағын. Иә, бір шумағын бар. Көп сұрамаймыз. Қазір тұра тұрыңыздар. Мен негізі Дидарға көп өлең арнағанмын. Қатты ғашық болғанмын. Дидарға сіз ғашық болдыңыз? Мен ғашық болдым. Негізі, по-моему, екеуің танысқандарың КВН-де жүріп таныстыңдар, иә? Иә, КВН-де жүріп. Бір ауылда. Негізі бір ауылдамыз, иә деп қоямын, иә. Бір ауылдамыз. Кіммен танысырсың КВН-де? Бір ауылдан бір мектептенбіз. Бір класстан емес па? Жоқ. Араларында кішкене жансай үлкен ба? Мен 7 ай үлкенмін Дидардың. 7 ай үлкенсің? Ой-бойы. Ал, давайте. Мен полный оқи салайын. Бірақ жылдамырақ музыка сүйемелденіп тұр деп ойлашы. Иә, давайте. Панам менің, сенсіз жанға тыныштық табар медім. Қашықтыққа біздегі күресуге әттең-ай келмей жүр ғой шамам менің. Сен мендегі жүректің қалауысың, сен мендегі сезімнің шырағысың. Қойған бізге өмірдің талабымен, сеніммен саған еріп барамын мен. Әрқашан қол ұстасып жүрсек екен, Алланың қалауымен. Жұрттың қатындарын қарашы. Тура осындай бір алу керек болып тұр да. Қыз балаға өлең оқыды деген білем, өлең арнады, өлең шығарды деген. Мына жақта бәрі шынымен Жұлдыз Абдукаримова болсын. Жақында үйлі болыпсыңдар. Иә, құтты болсын. Енді қалай жөндеу жұмыстары қалай болып жатыр? Или бітті ма? Біткен жоқ, қазір данный момент болып жатыр жөндеу жұмыстары. Ремонт енді өте қиын екен. Ремонт жасап жүріп, өзі үй алғаның бір бөлек, ремонт жасап жүріп, екінші үйдің ақшасын кетеді екенсің. Ремонттың заттарын алып келу, бюджет барлығы осында болғаннан кейін мен оған араласпаймын, бірақ дизайнны өзім алдым. Оны Дикоға кәдімгідей перед фактым бүйтіп қойып айтсаңсың ғой. 24-те 7 үйде мен отырам. И мен жалықпауым керек. Маған ұнау керек. Так что дизайн менікі болу керек деген сияқты. Енді қандай цвет таңдадыңыздар спальныйды? Үйдің цвет негізі мынандай ғой? Иә, бізде осындай. Иә, осындай. Біз осылай қонақтарды тек осылай шақырып отырмыз. Цвет ұнайды? Сол үшін шақырдық па? Бірден келсек деп. Основной цветтеріміздің бірі осы, ақ түстер сондай. Үйдің жалпы бюджеті, мысалы менде, мына кісіде бәрі. Жеген қойғам. Сіздерде қалай? Мына кісіде. Ош? Сен үндемей жүріп бәлегесін. Енді қанша болды отау құрғандарыңызға? Биыл 3 жыл болды Алла қаласа. Қанша жүрдіңіздер? 5 жыл жүрдік. 5 жыл үйлендік. Біз 5 жыл, 2 жыл Алматы мен Астана ортасында, 3 жыл Астанада и Алматыда бірге жүріп, 5 жыл жүріп, 5-ші жылы, 2019 жылы үйлендік. Предложение қалай болды? Предложение, в общем... Ұсыныс деп, қазақша. Ұсыныс. 8 мартта болды. 8 мартта... 8 март... Йосик! Романтик екен еше. 8 мартта мені үйге келді, жүр тамақ қалып барайын деп алып барды. Содан кейін қолында бір пакет бар. Бұл
бұл дәстүр былай болған. Ең алғаш сөз салғанда Астанадан Алматыға келді. Мен ол кезде Алматыда оқимын, бұл Астанада оқиды студент. И бір пакет Айген пакетпен бір пакет андай. Мен бұға 40 штук не айтқам ғой, 4 түрлі шоколадтан 10-10-нан деп. Сол 40 штукты пакетке сабап келген ғой. Сен елестетті ғой, жүрек қып. Орап келеді деп. Сосын алып келді заттарын, и бір жер тамақтанатын жерге алып келді, отырмын. Сол жерде отырған кезде мынау сыйлығым дейді. Содан ішін бүйтіп ашып қойып, "О, шоколад" дедім, өйтіп қойып қойдым. И андай түрі бір түрлі болып қалды да, андай ашып көрмейсің ба деп. Оның несін ашып көрем? Сюрприз не удался деп па? Оның несін ашып көрем, шоколад қой дедім да. Білмеймін деп, андай өйтіп қипақтап бүйтіп қалды да, түрі бұзылып. Мейлі енді ашсам аша немеге ырвиып отыр деп. О, Твикс, о, Киндер деп қойып таңғалып отырмын да, көріп қойған шоколадтарға. И бір уақытта қарасам, қызыл футляр жатыр, кәдімгі Сақинаның несі. Бірақ Сақина деп ойлаған жоқ мен оны. Содан ана Сақинаның коробкасын алып, бүйтіп ашып қара, бір көзім қысып ашып қарағам, не болады екен? Сақина болса екен деп отырмын да ішімде. Бүйтіп қарасам, андай светі жанады екен, жарқырап Сақина тұрды, мына Сақина. Содан кейін, ой, мәз болды. Бір көзімді ашып қалсам, уже на колени отыр екен. Ой, на колени отырмаған ғой, бұл бәле. Сол ортық жасаған ғой. Ана столда отырып, маған тұрмысқа шығасың ба дей салды ғой, болды ғой. Бұл да арабушка. Тамақ жеп отыр. Мен әйеліме телефон арқылы істегенмін приложение. Бұл телефон арқылы сөз салған маған. SMS-пен жазсаған. Еще жазып маған. Что там жүресің бе деп па? Маған айтады ғой. Я болса бірді бас. Ой, сол ғой. Негізі мектепте класс. В общем, ана мектепте тағы бір оқиға бар. Бұл маған екінші рет сөз салғаны бұл. Негізі мектепте маған тағы бір рет сөз салады. Ол кезде, короче, Дидардың бойы менен аласа болады да. Мен бұған қарамаймын. Адам деген бойына қарап ма деймін ғой, короче. Содан еще одан бөлек андай айтады, бұл хат жазып жібереді. Хаттың сырты черновик, аттың суреті тұр да, андай. Ат салады ғой, ерігіп адамдар класста, ұлдар. Мен типа өзін айғырмын деп. Білмеймін. Мен өзім черновик ретінде қабылдадым. Соған былай деп жазып жіберіпті. Жансая, мен сені жақсы көрем, менің қызым боласың ба депті. Я десең, я деген жерге птичка қой. Жоқ деген жерге птичка дейді. Галочка емес, птичка қой деген ғой. Еще я мен жоқтың қасына өйтіп, не сызып қойып өйтіп шана. Бүйтіп қоюым керек. Ол қойды датаны. Птичкаңмен қосып деп жыртып апарып лақтырып жібергенмін. Бұның бәрі не үшін сұрап отырмыз? Бір-біріңді енді бірақ жақсы таниды сияқтысыңдар ғой. Енді 6-шы класстан баста, бір ауылдан, бір мектеп деп жатсыздар. Так, мына жақта 4 сұрақ бар екен Дидарға. Жансаяның ең үлкен фобиясы қандай дейді? Ең үлкен фобиясы көп негізі. Но бірақ үлкені судан, наверное. Да? Да? Судан ба? Су ма? Негізі мен судан қорқамын, иә. Судан қорқасың, иә? Екінші сұрақ, Жансаяның жеті ағасының аттарын кезекпен шатастырмай айтып берді. Давай. Жеті атаңның атын айт деген. Жеті ағасын білмеген жетесіз. Үлкеннен ба, кішіден? Білмеймін, өзі қалай. Есіңе түскенін ұра Қалай сыйлайсың солай айтып. Қанат. Бірінші, үлкені, иә? Қуат. Саят. Самат. Ардақ. Қайрат. Сұңғат. Дұрыс. О. Етімен айтты. Жансаяның тойдағы көйлегіне қанша мың теңге кетті? Бұны енді білесің ғой, явно. 150 мың. 150 мың. 150 мың теңге кетті ма? Өзің сатып алдың? Сатып алған жоқпыз, аренда қалдық. 150 мыңға арендаға? Я сондай ма не бағалар? Негізі 300 мың еді ғой, жартысын. Иә, сондай. Аренда қалсаң 300 мың. Ой, 150 мың. Блогерстанмен? Жоқ, ол кезде блогер емеспін ғой мен. Ол кезде дым жоқ па? Вообще қарапайым, өзімен өзім лағып жүрген адам ғой. Так, соңғы сұрақ, Жансаяны мамасы көбіне қалай еркелетеді дейді? Жако. Да? Солай ма Жансая? Жако дейді, содан кейін мен негізі кішкентай күнімнен мамамның қасында көп ұйықтайтын. Студент болсам да қасына жататын, бүйтіп еще құшақта жататын, сол кезде таскене деп айтатын маған. Немене жабысып жүресің, таскенем. Сондай бар, Жако, таскенем, сондай деп айтатын. В общем, я таскенем деп еркелетеді екен, былайша айтқанда, но Жако да әдемі ғой. Жақсы біледі екен негізі, да? 4 сұрақтың 4-іне жауап берді. 4-іне де. Ал енді Жансаяға қояғы. Дидар Инстаға ең алғашқы постын қай жылы, қай күні жариялады дейді. Ойбай, күнін білмеймін. Жыл енді хотя бы. Жылы 2014 сияқты, 2014. 17 сентябрь дейсі ғой. Жылын дұрыс таптың, 2014. Енді айы 19 сәуір екен. Сәуір. 2014 жыл тамыз айы сендер үшін қандай мереке?
мінекей 2014 жыл тамыз айы. тамыз айы сендер үшін қандай мереке? Тамыз айы Дидардың маған сөз салған кезі. ойбой. О, өлеңді жалғастыр дейді. Инстаграмнан не пайда, жансая лайкын баспаса? Жансая лайкын баспаса, бұл Дидардың маған арнаған өлең ғой. Туған күнімде Инстаграмнан не пайда, жансая лайкын баспаса, қалай еді? Білмеймін. Өзі білмейді. Бұлда негіз ақындық өнері бар. Галлажас берген шығар. Баспаса, білмеймін. Сонда айтсам. Бірінші сөзін айтып көріңізші, ары қарай айтар, может. Историядан не пайда, жансая бөлісіп салмаса ма? Или жансая өзіне салмаса ма? Историядан не пайда, жансаяны салмасаң деп қойыпты. Жансаяны салмасаң. Керемет, жалпы я. Негізі бір-бірін жақсы біледі екен, почти бәрін тауып айтып отыр ғой. Рахмет келгендеріңе, кайф интервью болды шын. Біз демалып қалдық. Сіздер қалай? Рахмет сіздерге. Ой, біз вообще тоже от души демалып қалдық. Сол, осындай бізде бүгін өте күшті, көңілді, қызық отбасы, жанұя, біздің қонақтарымыз. Рахмет келгендеріңізге. Сіздерге де рахмет. Болашақтарың жарқын бола берсін. Стендап, қазақ стендабын, қазақ контентін ары қарай дамыта беріңіздер. Құдай қаласа енді тур, жеке концерт міндетті түрде күтеміз. Аман жаннан бұрын сен шығып кет. Рахмет келгендеріңізге. Біз азғантай жарнамадан кейін ораламыз. Ал сіздермен қоштасамыз. Сау саламат болыңыздар. Рахмет. Ендеше достар, біз жарнамадан оралдық. Жарнамамен бірге бізге Анара Батырхан оралды. Анара, как будто бір Япониядан прямиком осында келген сияқтысың. Прическаң, көйлегің, анау Sailor Moon деген мультфильм бар еді ғой, тура сол сияқты. Тура айттың, Рауан. Екеуін сені көргеніме өте қуаныштымын. Sailor Moon менің ең сүйікті мультиктерімнің бірі. Қаласындар, мен сендерге қайырмасын айтып бере аламын. Давай. Күшті, молодец, Анара. Сен не бересің білесің? Менің көңіл күйім тамаша, сұрақтарым болса қоя беріңдер. Менің көңіл күйім неге күшті екенін сендер қазір сюжеттен білетін боласыңдар. Да? Қайда барып келдің? Бізге не алып келдің бүгін? Мен блогерлердің тусовкасына барып келдім, жігіттер, өзім әріптестерімнің. Негізінде мен ойлаған блогерлер кішкене басқаша, ерекшелеу қыдырады деп, бірақ та мен негізі ойлаған блогерлердің тусовкасы кәдімгідей андай тусовка өте ма деп ойласам, кәдімгідей үлкендердің тойы сияқты. Сенің понятиеңде тусовка деген не ол? Андай жастарский тусовкалар болады ғой андай. По современному, мама. Cause everything is about me. No gonna like, no problem, she can't see. Осыны көргің келді ма? Болды, бұндай өлеңдер айта бермеші, мен билегім кеп кете береді. Ой, мен емес күліп атқан, Sailor Moon ғой күліп атқан. Sailor Moon кетті. Сонымен қалай болды енді, блогерлардың тусовкасы қалай болды, үлкендердің сияқты. Сөйтсе бұндай емес пе екен? Кәдімдей, ал келесі тост кезегін әнінге береміз деген кезең биттім ғой. Ендеше көп созбай, сол сюжетке назар аударайық. Болды ма? Кірсеміз ба? Сол қызықтың бәрі соқта. Болды, жарайды. Көрейік. Открывай ворота, суета приехала! Өздеріңіз көріп тұрғандай блогерлердің тусовкасына келдім. Бүгін Анелиямыздың туған күні әріптестерімнен өте қызықты сұрақтардың жауабын алатын болам. Алдарыңызда тұрған менің әріптесім ННН. Привет, қалайсың? Жақсым, өте керемет барлығы. Негізінде сені, Нұрдәулет, бірінші рет мен нормальный костюмда көріп тұрмын. Классика азгем өте. Қанша қалдың костюмыңда? 180 мың ше. Бартыр емес қой? Жоқ, бартыр емес кәдімгідей. Нама жараса ма? Күшті жарасады негізінде, кәдімгідей андай не болып тұрсың, андай краш болып тұрсың. Бірақ сен жасың кішкентай, маған келмейсің сен. Бірақ бойың нормально. Бойың кес. Болды, біз кеттік ондай сен, ладно. Қыз таптың ба? Жоқ, әрине, тапқан жоқпын қыздар. Бүгін қаншама қыздар жүр мына залда. Қара, билеп жатыр, биік тұрып билеп жатыр қыздар. Енді бүгін қыз табасын деген үміттеміз енді. Көбісі жігіті бар ғой енді. Бірақ қарап, енді келдім, қарап шығамын, жайлап айтамын ғой бит. Анараға, анау дейін болды.
Мен қарап саған бүйтсем, значит, болды, жүре бер, иә? Болды, достар. Так что қыздар, сіздер бірінші маған ұнау керексіздер Нұрдәулеттің қызы болу үшін. Ендеше, барда қыздартысыңдар. Болмайды, нормально, сен не айтайын бірінші бар. Барасына берсін қара. Открывай ворота, суета, пришла, дейсің да? Открывай ворота, приехала суета. Нұрдәулет бака қыздарды сындырғанша, ендеше біз келесі блогерімізден қызықты сұрақтарды қойып жауабын алатын боламыз. Ақырында бірге кірейік жүріңіздер. Туған күн андай үлкен теріс өтіп жатқан сияқты бәрі былай қайырлы кеш деп ше андай. Мен ойласам блогерлердің андай туған күні андай. Болады деп ше, түсіндіңдер ғой енді. Не, тамаданың берген атмосферасына байланысты ғой. Ұнап жатыр ма? Кішкене официально өтіп жатыр бәрі. Енді біздің көрермендерге өте қызық сұрақ, блогерлердің өмірі күнделікті қалай өтеді? Тарикордан сұрақ. Білмеймін, обедке дейін ұйықтаймыз, сосын таңғы 5-ке қарай ұйықтаймыз. Блогерлардың өмірі кайф қой. Шын айтайын. Сұхбаттың соңында кішкене биле жіберейік. Неке қос ғашық келді. Өкінішке орай сендердің тойларында емеспін, әлі қашан болады тойларын? Это всегда вопрос. Бір күні. Ну, когда будет свадьба, муж и жена, когда будет? Когда будет? Бір күні. Когда-нибудь. Примерно қашан? Примерно. Бір күні. Мен, видишь, қыз ретінде былай намек тастап жатырмын да, через этот. Спасибо, да? Да, спасибо. Наконец-то біреу сұрақ қойды деп па? Блогерлердің өмірі күнделікті қалай өтеді? Не істейсіңдер? Мен білемін, сендердің күнделікті өмірі қалай өтеді. Саған маска жасайды бетіңнен деп. Потом күшті бетіңді, да, өтірік па, ол видео шығана ма? Негізі ондай емес па? Жасайды просто, а именно прям, чтобы от начала до конца, ну, раз в месяц. От начала до конца не қалайсың? И массаж жасайды ғой. Это правда? Аяғын жуамын еще. Саған не деген аяқ жуып, аяқ массаж ететін арман қыз ғой. Мен баяғыда үйленетін едім. Бүгінгі кеште дресс-код ол розовый черный. Сол дресс-кодты барлық жағынан ұстанып келген ол Мирей ғана сияқты. Менің ойымша әлі мен кірген жоқпын әрине, қатты ішіне қарай, бірақ прям сырғаға дейін көз қара розовый мәсіған. Қазір Инстаграмда қанша оқырман бар? 1.700.000. 1.700.000 мәсіған. Барлығын өз күшіңмен жинадың. Ешқандай кепсіз, ешқандай накруткасыз. Я. Жігіт таптың ба? Жоқ. Жігіт тап. Мирейдің басы бос, достар. Нұрдәулет. Өз өзіңе жарнама ашсаң болады. Маған жарнама керек емес. Осы жерді қиып алыңыздар. Ты типа сделала, да, мне? Окей. Ал Еркебұлан Рауан, сендер просто студияда маған қарап отырсыңдар, іштерің пысып, ал мен тусовкада қыдырып көңілімді көтеріп келдім, үйше билеп жатырмын, ал сендер үйсіп қарап маған қызығып отырыңдар, түсіндер ма, пока? Негізінде өте қызықты өтті, мен көп болған жоқпын, ол жерде бір-ақ сағаттай болдым, содан кейін кетіп қалдым. Тамада кім болды? Тамада кім болды шынымен? Тамаданы білмеймін, розовый киінген жігіт. Саған жалпы тусовканы тамада басқарып жатыр дегеннен уже не ғой, тусовка не удалось. Негізі шоумен басқару керек емес пе ондай жерде? Негізі біз шақырса болатын еді да, айыратын едік қой. Ассалаумағалейкум деп қойып шығып, ой тамада не. Енді мен кетіп қалғаннан кейін мүмкін ол жақта қызықтың бәрі басталған шығар. Саған тост берді ма? Жоқ, маған отыр деді, мен бірақ отырған жоқ, мен кетіп қалдым. Мына сұхбатқа қарасақ, ана әнші неге жұлдыздарға қарағанда ең көп сөйлеген өзің сияқтысың. Как будто өз-өзіңмен сұхбат алып келген сияқты болып тұр. Сен қалайсың, не сен мен сағындыр ма? Әрине сағынды. Мына диван сені қатты сағынды. Ешкімді отырғызбаңдар. Осы диван ғана сені сағынды. Қуаныш қызы сосын сен ғана отырып отырсың. Болды, біздің ғана орын болды. Интервью керемет. Рахмет. Келесі аптада тағы қайда барасың вообще? Қайда барғың келеді өзің? Ол да құпия болып қалсын жігіттер, мен өзім тағатсына күтудемін. Саған негізі бар ғой, енді жаңа блогерлардың тусовкасына бардың ғой. Енді блогерлардың үйіне бару керек сияқты. Солармен бірге бір күн тұрып. Жігіттер Африкаға барым келеді негізінде. Иә. Африкаға барым келеді, сын жануарлармен тикток билегім келеді. Өте дұрыс шешім деп ойлаймын. Давай Африкаға бар, как раз мына жерде миымыз тыныш, өзіміз сұхбаттарымызды алып, Жарайды, ендеше достар, келесі аптаға жүздескенше. Олай болса, құрметті көрермендер, сіздермен бірге болған өзіміз ғой бағдарламасы. Келесі кездескенше. Сау саламатта болыңыздар. Сау болыңыздар.